Табиғаттың тылсым күшінен болатын жағдайда жаңбыр жауғанда суда толады, сай салада толады, жалпы диета ұстамаған қызда толады демекші. Бүгінгі біздің кейіпкерлердің көңілдері неге толмады екен эфирде Бақыттың әйелі бағдарламасы. Бүгін бізде Бақыттың әйелі бағдарламасының басты тақырыбы отбасындағы ене мен күйеу балдар келін арасындағы бір-біріне көңіл толмаушылық тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Ал біздің бағдарламаға қоңырау шалып сұрақтарыңызды қоятын болсаңыздар, онда 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-19-20 номеріне қоңырау шалып сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Ал бүгін біздің Бақыттың әйелі бағдарламасының басты кейіпкері өзін асыл енемін, бірақ та менің күйеу балама көңілім толмайды деп келіп отырған апамыз бар. Ол кісі түрін есімін жасырып, Шы есімді ханым деп ортамызға шақырайық. Шы ханым келе қойыңыздар, жақсы. Саламатсыз, Шы ханым, қош келдіңіз. Кешіріңіз, тікелей эфир болғасын, қобалжып отырмын. Шы ханым. Болды, я. Шы ханым, сіз айтасыз, менің күйеу балама көңілім толмайды дейсіз. Неліктен күйеу балаңызға көңіліңіз толмайды, айтыңызшы? Жоқ, негізі көңілім толады, күшті бәрі. Жоқ, Шы ханым, бір отбасында бір кикілжіңдер болуы мүмкін ғой. Мүмкін енді күйеу балаңыз қызыңызды ұратын шығар, тебетін шығар. Жоға, қызым оны ұрар қайда. Жоқ, өзімнің ойымда, ойлаймын да, күйеу баламның маған көңіл толмайтын шығар деп ойлаймын да. Сіз оның маған көңіл толмағаннан кейін, менің де оған көңілім толмайды да, болған. Өте қызық жағдай екен. Олай болса, біз уақытты ұзаққа созбай келесі кейіпкерлерімізді ортамызға шақырамыз. Ол кісілер бір-бірлеріне бажа болатын, бірақ та өздерінің енелеріне көңілдері толмайтын және С есімді мырзаларымызды ортамызға шақырамыз. Асы мырза, келе қойыңыздар ортамызға. Асы мырза. Жайғасай. Асы мырза, отырайық ортамызға. Жайғасай. Асы мырза, ерекспейсіз. Қош келдіңіздер, Асы мырза. Саламатсыздар ма? Мерекеңізбен. Рахмет. Бұл Бақыттың әйел бағдарламасы ма? Бақыттың әйел бағдарламасы. Мен үзбей көрем. Бақыттың әйел бағдарламасын өте жақсы көрем. Бетіңе маска киіп аласың дағы, үйіңдегі любой адамды жамандай бересің. Бетіңе бетперде киіп аласың дағы, ойға келген адамды жамандай бересің. Бірден бөліп алайық. Мырза, сіз, С мырза, сіз болдыңыз ғой. Жыл өдей берсе, ешкім тайып бәрі ешкім танымайды. Бетімізге маска киіп алғанбыз. Асы мырза, неге енелеріңізге көңілдеріңіз толмады? Толмағасын толмайды, толса неғып толмайды. Айтса, баша ішінген мен айтса. Жоқ, толмағанда енді мен шынымды айтайын, айналайын Бақыттың әйелі. Айта беріңіз. Мен мынау кешіріңіз мен. Айта беріңіз. Мен енді мынау бетіме бетперде киіп отқасын айтып отырмын. Бетпердем шешсем айтамайын. Айтса. Маска киіп отқанда айтып алайын. Енем біздің үйде тұрады. Ал. Мақұл бір күн тұрсын, 2 күн тұрсын. Мақұл 1 жыл жатсын. 2 жыл жатсын. 2 жылдан кейін армияға кеткен солдатта үйіне қайтады. Дұрыс айтасыз. Менен басқа күйеу баласы бар, үйіне барсын. Мен енді бетперде киіп отқасын айтып отырмын. Бетпердем шешсем айтамайын. Жарайды, С мырза. Сіздің неліктен көңіліңіз толмайды, айтыңызшы. Менің енеме бажам көңіл толмайды, бажам көңіл толмағасын, мен де көңіл толмайды. Ондай болмайды ғой енді. Негізі әңгіменің ашығы екеуміз туған бажамыз. Туған апалы сіңілі 2 қызды алғанбыз. 2 қызды алғанбыз. Бажа бәрі өзіңе байланысты. Менің бажам шіли жуас. Әйелін мойнына шығарып алған. Әйелді бастан, баланы жастан деп бұлай ұстау керек мен сияқты. Сол кезде қайын жұртында енеңді жоламайды. Бажа, еркексің ба? Еркекпін. Масканы шешіп айт. Халыққа масканы шешіп айтсың. Сен екеуге адам дерсі деме, шынды әңгіме айтылады. Мына кісінің дауысы таныс. Бұл Шы есімді ханым деп келіп отырған апамыз өзінің ойын айтуға толық. Біздің енеміздің дауысын айнымайды емес. Біздің енеміз шыдан келеді, сол емес. Жоқ, ол кісі емес, ол кісі Астанада ойындап отыра берші, Астанада. Біз енді Астанада жүрміз. Асы мырза, қазіргі таңда отбасыларында, көптеген отбасыларында ер кісілер
өздерінің келіншектеріне емес сырттағы бір әдемі сұлу қыздарға қарауының салдарынан бір-бірлерімен ренжісіп отбасылар айырылысып жатады. Ал енді сіздерге сұрақ. Сіздер көшеден бір сұлу әдемі қызды көрсеңіздер, сол қыздың қай жеріне бірінші қарайтын едіңіз? Болмайтын сұрақ қояды екенсіз. Енді әдемі сұлу қыз келе жатса, түріне қарайсың, фигурасына қарайсың, жанынан өтіп кеткеннен кейін артынан қарайсың, қарай бересің. Маскаңды шешіп қарасай, маскаңды. Мырза, сіз қай жеріне? Мүмкін Мен енді әдемі бойжеткен қыз келе жатса, бірінші сол қыздың жан жағына қараймын. Неге жан жағына қарайсыз? Әйел мені аңдып тұр ма, аңдып тұрған жоқ па? Айттым ғой база, сен бар ғой, жуас болып қалған, мом болып қалған. Маған әйелім ләмим демейді, аузын ашамайды маған. Қалып неліктен оның сыр неде? Неге аузын ашамайды? Қалай ләмим десін, қалай ләмим десін, үйін жинап қойсам, кірін жуып қойсам, тамақ істеп қойсам. Қалай ләмим деді маған ол? Асы мырза, біздің қазақта мынандай бір керемет сөз бар. Әйел кісі құлағымен сүйеді деген. Енді сіздерге сұрақ. Ер кісі мен әйел кісінің құлақтарының айырмашылықтары қандай? Ой, сіздің сұрақтарыңыз қызық екен. Еркектікі енді груби болады. Ал? Шпара құлақтар болады арасында, мүжіліп қалған құлақтар болады. Әйелдердікі нәзік сырғасы бар болады. Айырмашылығы. Айырмашылығы. Енді еркектің құлағының айырмашылығы, еркекке айтылған сөз мына құлақтан кіреді дағы, мына құлақтан шығып кетеді. Ал әйел адамға айтылған сөз екі құлақтан кіреді дағы, шыдай алмай аузынан шығып кетеді. Сен екеуіңе қойсың ба қоймайсың бе? Дағы сен екеуіңде күйеу балам болса бар ғой, қызымен бір күні тұрғызбасам мені. Мен мына дауысты күнде естіп жүрмін. Кешіріңіздер, біздің бағдарламаға келіп түскен қоңырау бар екен. Алло, саламатсыз ба? Сіз эфирдесіз? Алло, Алло, саламатсыз ба? сен бақыттың әйелсің ба? Иә, мен бақыттың әйелі, есімім Гүлбақыт, сұрағыңыз. Қай бақыттың әйелсің? 67-тегі бақыттың әйелі. Ты чё такая дерзкая? Ал? Енең сыйлайсың ба? Кім? Сіз. Мен енем сыйлаушы едім, бірақ біз ол кісімен бөлек тұрамыз. Ал маска киіп отқан шеттегі екі бауырыма арзан мен. Ал, Екі сұрағыңыз. бауырым. Өмірде енелеріңнен қорып сақтарың сынса да, жақтарың сынбасын, бауырларым. Шойдан сен ба? Мен қоя қалайсыңдар, Мұны біздің ауылдың баласы ғой. Біз танып отырсың ба? маскілерің шешсеңдерші. Атымызды айтып. Байланысты үзе салайық, ден дұрыс сұрақ қояйық ағайын. Олай болса біз ең соңғы кейіпкерімізді ортамызға шақырамыз. Ол кісі өзінің керемет келінмін, бірақ та менің енеме көңілім толмайды деп келіп отырған Ны есімді келіншекті ортамызға шақырамыз. Ны ханым, келе қойыңыз ортамызға. Ны ханым. Салматсың. Қош келдіңіз, Ны ханым. Салматсың. Күштеге қанша қалдыңыз ба? Білмеймін, күйеу балама берген. Мырза, жайғызай қойыңыз. Ны ханым. Неліктен енеңізге көңіліңіз толмайды? Жалпы барлық келіндердің көкейін тесіп жүрген сұрақ деп ойлаймын, айтыңызшы. Өзіңіз қалай ойлайсыз, бақыт үйіндегі абысын қайтып көңілім толады. Мен не только енем, оның тәрбиесі көңілім толмайды. Сонда қалай тәрбиелейді? Мен бала шағам дұрыстап тәрбиелемейді енем. Қалай тәрбиелейді? Бала шағам атасын ата, апа деп менің атымды атайды. Нағима деп онда. Әйелінің атын Нағима ғой, соған ұқсайды, сол емес пе? Жағаласа бермейді. Сенің әйелің емес пе? Адам күйдіріп жібереді, өзі ойлайсың, адам күйдіріп жібереді. Отырсаң опақ қылады, тұрсаң собақ қылады, жатсаң жалпақ жібереді, апа түнде жапалақ жібереді. Жұрттың енесі ене болса, менің енем қан сорғысы кете қояды. Жылама айналайын, қызым жылама. Мынау жас келіндерге айтатын ақылымда, жас келіндер барған жерде бақытты болам деп емес, бақытты қылам деп барсаңдар, сол кезде бәрі де бақытты болады ғой. Дұрыс па, бақытты әйелі? Бақытты. Дұрыс айтасыз. Баша бар ғой, мынау ұялмайтын келіншек екен, мынау өзінің туған, күйеуінің туған шешесін жамандап отыр. Шешпе. Ны ханым, сізге кішкене бір тақырыптан ауытып қалған бір сұрақ қойып жүрмін. Сіз хайуанаттар бағына енеңізбен бірге қыдырып бардыңыз дейік. Қашан? Мысалы, бір кезде хайуанаттар бағындағы тордағы арыстан босанып шықты да сіздің енеңізге тап берді. Сіз не істейсіз? Енеңізді құтқарып алар ма едіңіз? Арыстаны құтқарып алады ма? Неге арыстан құтқарасыз? Ұстамаса ол да қуырып жеп қояды ғой. Баша, мен мына әйел бар ғой, мен нервіме тиіп отыр. Ұялмайсың ба? Енің жамандап қойсын, ұялмайсың ба? Маска шешіп айтамайсың сен, қой қой. Немен айтамаймын, Маскаңды шешпейсің бе, апай, өзіңді маскамен отырсыз ғой. Не болды?
маскамен ана мультфильмдегі жетім маймылдың мамасын ұқсайды екен. Башада мынандай енем мен мынандай әйеліміз бар ғой 10 жылдан істеген өз арасы. Басты сен айта алмайсың, қоя ғой. Айта алмайды. Айта алмайды. Сәрсен! Енешка? Күйеу балам құда менің! Құда құда тоқта бері! Бергелі! Бергел, басты шеше. Кім сізге? Ене қалайсың? Сәрсен! Жезде! Ей, балдыз! Қызым! Мәлі Үйде кім қалды? Сен мен шешем жамандап отырсың ба, ұялмайсың ба? Мен шешем. Жоқ, енешкелер ренжімеңіз да, мен сізге қапамын, бетіңізге айтайын. 2 жыл болды пашам үйінде жатсыз, ұялмайсыз ба? Мен үйіме де келіп жатсыз. Бергел деймін, Жезде! Жезде! Бұндай эксклюзивті масқара оқиға бұрын-соңды бақыттың әйелі бағдарламасында болған емес. Тағдырлар тоғысты, ене мен күйеу балдар соғысты деген міне осы шығар. Отбасыларыңызда қандай жағдай болмасын, маскілеріңіз шешіліп қалмасын. Осымен бақыттың әйелі бағдарламасы соңына жетті. Аман сау болайық ағайын. Uzun saçlı